Елде болып жатқан көп жағдайға көңілім толмай көп ойланам. Солай қазір ойланып отырғанда бір нағашы әжемнің айтқан сөзі есіме түсіп отыр. Нағашы әжемнің әкесі заманының көз ашық көкірек ойы білімді кісі екен. Сонда сол кісі айтады екен: балам, өкіметпен ойнама. Өкімет қаласа, халық құдайын ұмытады. Өкімет жасайын десе, халыққа құдайын ұмыттырып жібереді деп. Әжем, осы бір әкем сөйлейді десе сөйлей береді. Енді құдайын ұмыттыру деген не сөз? Мысалы біз қазақ аузынан құдайы мен әруағын тастамайтын, қазақ точно ұмыта қоймас құдайын деп. Сөйтіп айтып ауыз жиғанша 22-де атеистік көзқарастағы совет өкімет орнайды. 20 мен 50-ді бір поколение деп алсақ, 50 мен 85-90-ға дейінгі поколение атеистов 90%. Өкімет қалады, қазақ құдайын ұмытты. Не керек? Тәуелсіздік аламыз. Қазақ екеніміз есімізге түсіп, естерінде ма? Ой, біз тұлым қояды екенбіз деп тұлым қойдырып мұнда. Сөйтіп жүргенде 2007-ден бастап мұсылман екеніміз есімізге түсе бастайды. Дін кіре бастайды. Діншілденіп бастаймыз. Арабизация, исламизация. Қазір хиджаб киіп жүру, сақал қою нормально болып қалды. Көзіміз үйренді. Халықтың 90% діншіл. Халық айтады: Алланың қалауымен имам келді. Діншілміз, Құдайға шүкір. Бәрі солай жақсы болса ғой. А что если ол Алла қалағаннан біз осындай діншіл емеспіз, ол біздің өкіметке выгодно. Өйткені дін деген ол ең алғашқыдан құлдық сана, я? Біз құлмыз, іштегі еркіндікті жоямыз, құлмыз деу арқылы. Және өкіметке біреу билікке келсе, оған қарсы шығуға болмайды деп үйретеді дінде. Себебі ол Құдайдың сүйген құлы, сондықтан Құдай оған сондай билік беріп отыр. Ал өзіміздің ой санамыз: мен аминді іштей айттым ба, сырттай айттым ба? Мен құлағымды 2 рет жудым ба, 3 рет жудым ба? Құлақты былай жуам ба, былай жуам ба? Мен дұрыс киіндім ба, дұрыс киінбедім ба? Содан аспайды. Мен баяда бір кітаптан оққан едім. Елді мекенде неғұрлым қазба-байлық көп болған сайын, сол елдің халқы үшін қарғыс деп. Мағынасын қазір ғана түсініп отқандаймын. Мысалы, Япония, Корея, Европа елдерін алатын болсақ, ол жерде қазба-байлық жоқ болғандықтан өкіметі ойланады: қалай ақша тапсам екен деп. Әрине, оның шешімі халқына білім беріп, ғылым көтеріп, технологияны дамытып, ақша табу. Ал Қазақстан сияқты, Россия сияқты қазба-байлығы көп мемлекеттерде өкімет онымен бас қатырмайды. Себебі олар шикізат сатып ақ, ақшаны қалталарына баса береді. Ал халқын білімді жасау олар үшін не выгодно? Себебі біз ақылды өкітсек сұраймыз: отчет. Ақша қайда? Қалай жұмсап жатсыңдар деп. Сол себептен де біз қазір Алланың қалауымен діншіл емеспіз. Біз өкіметтің қалауымен діншілміз.